Небәрі 2 ағзатпен балаларға пайдалы және дәмді мармелад жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 апельсин қажет болады. Апельсиннің шырынын жақсылап шығарып аламыз. Асты жабыспайтын ыдысқа құйып, кішкене агар-агар қосып, тоқтатпай араластырып тұрамыз. Бір қайнауға келгенге дейін көп қайнатуға болмайды. Оттан алып біркелкі болу үшін блендермен араластырып жібердім. Қолданылмаған шприцті алып, Каспийден дәл осындай форма тапсырыс берген болатынмын. Өзі арзан, өзі маржан екен. Шприцтің көмегімен осылай барлығына құйып шықтым. Егер сізде осындай форма болмаса, жай ғана ыдысқа дәл осылай құйып, қатқаннан кейін кесіп алсаңыз да болады. Холодильникке жарты сағат қойып алдым. Дәл осындай мармеладтарымыз дайын болды. Өткен жолы желатинмен жасаған кезде біраз уақытымды алған және көңілімдегідей шықпаған болатын. Ал агар-агармен өте күшті, бір қалыпты болып шығады екен. Маған қатты ұнады. Ең бастысы өте пайдалы, құрамында ешқандай краситель, ароматизатор немесе күмәнді заттар жоқ.